Қамырды ашытпай-ақ, жаймай-ақ осындай әп-әдемі, жұмсақ, оп-оңай пицца дайындайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Рецепті міндетті түрде сақтап алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз жарамыз, үстінен майонезімізді саламыз. Толық рецепт қыздар описание бөлімінде жазылған, мөлшермен барлығы жазылған. Сол жерден қараңыздар. Содан соң қаймағымызды саламыз. Қаймақ менде мына жерде 20%, кез келген қаймақ сала беріңіздер. Содан соң тұзымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Ары қарай електен өткізілген ұнымызды саламыз. Достар, рецепт ұнап жатса, міндетті түрде сақтап, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Үстінен қопсытқышымызды саламыз, яғни разрыхлитель. Жақсылап тағы да араластырамыз. Бізде сметана сияқты қоймалжың масса шығады. Осылай противинге пергамент төсеп, екіге бөліп салатын боламыз. Қыздар, осы массадан бізде 2 пицца шығады. Осылай әдемлеп, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Тегістейміз, яғни. Содан соң үстінен кетчупымызды саламыз. Дәл видеодағыдай жасайсыздар, қыздар. Көбірек пицца сыр сала беріңіздер. Сыр любой, қыздар, кез келген. Қыздар, рецепт ұнап жатса, міндетті түрде сақтап, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Ары қарай кез келген салма салсаңыздар болады. Мен колбаса салдым. Өткен балдар бізде тек қана колбаса салады. Сіздер қызанақ, басқа да салмалар салсаңыздар болады. Үстінен майонезімізді осылай жағып шығамыз, дәл видеодағыдай. Содан соң пешке, қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-25 минутқа жібереміз. Мінекей біздің оп-оңай болып дайындалатын, әдемі, дәмді болып шығатын пиццамыз пісті. Өте жұмсақ, жұп-жұқа болып шығады. Жасап көріңіздер, бір жасағаннан күшті болып шығады, қыздар. Рецепт ұнаса, міндетті түрде, қыздар, не істейміз? Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, және де пікір қалдырамыз. Рецепті сақтап алыңыздар. Балдарыңызға жасап беріңіздер, сөзсіз ұнайтынына мен сөз берем. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздермен болған Ақмарал.